сен не алдың да осыдан. Бұл негізі екінші видеода мана біз түсірдік. Былай айтылған, сен егер бір нәрсені, бір істі жасауға қанша уақыт берсең, орманда адасып жүресің да, яғни не істерін білмей жүресің. Таңертең ерте тұру маған қиын болатын. Бір жылдық уже жолым ясно болған. Любой нәрсе бастаған кезде сені атқа тартады. Сен таңертең тұрам болды, таңертең ерте жүгіремін. Көтеріліп кеттім, біраз нәрсе Так, сәлем, қалайсыңдар? Бүгін біздің 30 күндік челленджіміздің отчет беретін күні, яғни 30-ші күн. Осыдан еске салып өтейік, осыдан 29, то есть 30 күн бұрын біз 3 миллион, бір айдың ішінде 3 миллион теңге табамыз деп, каждыйымыз челлендж қабылдаған болатынбыз. Бүгін соның нәтижесі енді. Че там, не дейсің челлендж туралы? Сәлем, қалайсыңдар? Есімім Тайыр, танитын да, достарым, таныстарым, құрбыларым деймін бе. В общем, бізге бүгін 30-ші күн, 30-ші қыркүйек, 30 күн бір біз челлендж қабылдадық. И бүгін нәтижені вывод айтамыз. Енді одан бұрын вообще біз осы челлендж барысында не түсіндік? Ол ақша, не важно пока, я. Главное, түйінді. Сен не алдың да осыдан? Сол нәрсе туралы айтып кетейік. Манағы, бұл негізі екінші видеода мана біз түсірдік, бір 15 минут айттық та дауыс жазылмай қалған ғой. Соны енді қайтып түсіреміз. Енді манағыдай сен ең бірінші түйген нәрсеңді айтып жібер. Жалпы жақынсамай, осы челлендж қабылдау барысында біз нені түсіндік? Негізі мен челлендждің басында негізі бір жаңағы теорияны неғып көрем деп айтқан болатынмын. Практика жүзінде жасап көрем деп. Ол қандай теория еді? Ол былай айтылған. Сен егер бір нәрсені, бір істі жасауға қанша уақыт берсең, сен сонша уақытта жетесің деген сияқты. И сол нәрсені негізге алып мен яғни бір айдың ішінде 3 миллион теңге табуға болады дегенді жасап көргім келді. Яғни біз содан челлендж қабылдадық қой, негізгі өзіңе қанша уақыт берсең, сонша уақыт сол нәтижеге жетесің деген. И менің соответственно содан түсінген нәрсем ол 100% келісуге болатын нәрсе екен. Себебі біз қалай челлендж қойдық, оны қалай уақытпен шектедік, біздің жолымыз көрсетілді, сразу ясно болды біз не жасаймыз алдағы уақытта, қалай жасаймыз, оның барлығы түсінікті бола бастайды да. Басында мысалға саған бір жұмыс болған кезде қуып жүресің, общем, орманда адасып жүресің да, яғни не істерін білмей жүресің. Ал когда сен өзіңе конкретно цель қойған кезде, уже сен план құрасың, и сол план бойынша дальше жүре бересің. План обязательно керек негізі. Айтады ғой, Марғұлан Үсенбайында жақсы сөзі бар ғой, сен план ол сенің жұмысыңды в разы қысқартады деп, тез жетуге нәтиже береді деп. И менің ең маған қатты ұнағаны осы челлендж барысында бізде жастардың болғанда лично жастар деп айтмаймын, лично өзімнің проблемам таңертең ерте тұру маған қиын болатын. Неге? Потому что таңертең тұрған кезде не істейтінін білмейсің да. Яғни не үшін таңертең тұрдым, не үшін керек маған, не керек деген сияқты вопрос болады екен да. И когда менің бір жылдық уже жолым ясно болған кезде, яғни мен не істеу керегім менің ясно болған кезде, мен уже таңертең тұрған кезде сенде внутри сұрақ болмайды ешқандай. Ё-моё, бүгін не істеп тұрдым деген сияқты сұрақ болмайды. Сенде уже ясно, алдағы уақытта не істейтінің. Хоть сен план бойынша таңертең тұрдың, сен таңертең план бойынша жасайтын еш нәрсең жоқ болса да, сен уже қандай жұмыс жасай беру керек, қай жағын көтере беру керектігін біліп тұрасың да. И маған осы нәрсе қатты ұнады, потому что маған ең қатты қиыны сол болатын. Таңертең тұрған кезде дальше не істерін білмей қалатын. Пока біріншісі. Ал мен түсінген деп айтпайын. Бұл айтып отқан нәрсенің барлығы біз екеуміз әңгімелесіп, бұл видео түсірмей тұрып, біз сөйлестік өзіміз бірінші. Не түсіндік? И бұл жерде түсінген нәрсеміз барлығы общий, жалпы. Бір адам түсінсе, екінші адам түсінеді. Ал екінші біздің түсінгеніміз, сен любой нәрсе бастаған кезде сені атқа тартатын нәрселер болады. Ол артқа тартатын нәрсе емес негізі. Біз сөйтіп қабылдаймыз артқа тартатын нәрсе деп. А ол негізі, наоборот, бізге больше күш жігер беретін нәрсе. Мынандайда ол өмірлік прям не ғой? Когда сен таңертең тұрам болды, таңертең ерте жүгірем деген кезде, сен обязательно түрде достарың донорге шақырады. Менде ақша жоқ деп айтасың, сылтау болып. Жоқ, алып берем, уже бәрі жағдай жасайды да, ғалым сен бару керексің да. Бірақ сен барсаң, кеш жатасың да. И сен когда соған жоқ деп айтасың, таңертең тұрасың, сенде больше күш болады, потому что сен бір нәрсені сол доноры деген дәмді тамақтан отказ беріп, ана мен ұйықтаймын, ертең тұрам деп
ответ бердің ғой, да, ол сөйтіп қабылдаған решение саған көп одан да күш береді. Сен когда таңертең тұрғың келмей тұрады, сен тұрасың, келесі күні вообще ұнай отыр, потому что сен ең біріншінде қиын болған ты не сдался, дальше саған вообще ұнай болады ол нәрсе. И сол нәрсені түсіндім да, челлендждің барысында көптеген нәрселер болды, команданың адамдары ауысты, Каспи жасамай қалды, анау болды, мынау болды, бүгін де істемей тұр, отдел продажа ауысып кетті, анау кетті, мынау кетті. В общем, көп причина болды бізге челленджді тастап кетуге, потому что біз пландағандай идеально болған жоқ. Өйтіп болмағанда мен істейтін едім ғой деген сияқты, ондай болған жоқ та. Бізге причина көп болды, бірақ ол причина бізге наоборот пинок болды да, и жолымыз ашылды. Как раз бүгін сол туралы айттым ғой мен, краб туралы ше. Қалай еді? Ведро с крабом. Ведро с крабом туралы мен как раз кеше толық осы туралы түсіндіріп беріп кеткем. Тағы бір рет түсіндіріп жіберейін мысалға. Ол қалай? Ол когда сен мысалы крабтарды аулаған кезде шелектің ішіне салып қояды да, и аузын жаппайды ол. Біреу шығып бара жатқан кезде қалғандары астынан тарта береді екен да, мен как будто өзі шығып кететіндей. И соответственно олар ешқайсы шыға алмай қалады. И ол біздің адамдардың да табиғатында бар, когда біз өз мысалға қуып жүрген ортадан бөлініп, новый бір нәрселер жасай бастаған кезде артқа тартатын адамдар көп болады. Адам болмаса, мысалға жаңағы жағдайлар, ситуациялар, обстоятельстволар, в общем, сен артқа тартатын нәрселер көп болады. И сен соларды жеңгенде ғана сен ана ведродан шығасың да, яғни ол ортадан шығасың сен. И дальше жұмыс жасайсың, мысалға 3 миллион біз челлендж қойған кезде, мысалы, лично айтқан адамдарда болды, это невозможно деген сияқты. Но басында бағана әдемі айттық қой негізі. Басында сен жасаған кезде реально ол банально, бәрі сені хейт ете бастайды, дұрыс емес деген сияқты темалар айта бастайды, пока сен нәтижеге жетпегенше. А когда сен нәтижеге жеткен кезде уже сенен қалай жасадың деп сұрай бастайды ғой. Иә, басында күледі, потом қорқыныш пайда болады, но шынымен болып жатыр ма, ода қолынан келіп жатыр ма деп. Потом үшінші этап сенен келіп сұрайды да, осылай мынаны қалай істедің деп, маған осылай істеу керек деп сұрайды. Ол прям когда вакцина алған кезде бірінші этап, екінші этап болады ғой. Ол медицинада да, ал мынада өмірдің заңы сондай да, инструкциясы. Этаптардан бөлінеді адамдардың, любой өзгеріске кірген адамның басына өтетін этаптар. Саған күледі, потом серьезно қалдырып бастайды, қорқып бастайды, шынымен болып жатыр ма деген сияқты. Потом үшіншісі этап сенен қалай істедің деп сұрайды. Вот, сол этаптан өтеді любой нәрсе. И да. Қазір челлендждің нәтижесін айтатын боламыз, біз қанша тапқанымыз. Мысалға біз челлендж барысында негізі айта берсек өте көп түсінген нәрсеміз, слишком көп та. Но енді қараш, біз челлендж қабылдадық қой. Енді кімдер челлендж қабылдағаны дұрыс деп ойлайсың, қандай адамдар? Именно челленджді мана сен айттың ғой, таңертең тұрғанда не істеу керек еді деген сұрақтар болады ғой всегда. Или бірдеңе істеу керек еді, барахолкеге барып, товарды қарап сату керек еді. Да, оқуар жасау керек еді, сату керек еді, мен таргет жүру керек еді, мынаны үйреніп алу керек еді деп көп нәрсені керек ет деген сөз бар да. Мен айтамын ғой, ең жаман сөз керек ет деген соңында сөз бар, ол жаман сөз деп. И сол сөзді сол адамдарға сендерге пинок болады. Сендер челлендж қабылдаған кезде, осы қаржылай челлендж қабылдасаңдар, ең бірінші жасалатын нәрсең, бірінші күнде жасалатын нәрсең, сен бір айдағы жоспарын сызасың да. Сен жоспар бойынша жүрген кезде, мына Енатқа да айттым, бірімізге айтамын, сен что-то брат аз жұмыс істеп кеттік қой деп. Негізі олай емес та, жұмыс біз жасадық та, басында көп жұмыс. И сол жұмыс уже автоматты жұмыс істеп жатыр да, как система ретінде. Біз жұмысымыз азайып қалды кәдімгі дейді. Но шаруа жүріп жатыр, бәрі жүріп жатыр. Өсіп жатыр, соның бәрі жүріп жатыр да. Бірақ как будто бізге кажется, что біз аз жұмыс істеп жатырмыз. Но бірақ бәрі жасалып жатыр, бәрі довольны. Бұл жерде басымыздан андай стереотип кетті да. Көп жұмыс істеу, көп ақша деген емес та. Дұрыс жасалған жұмыс көп ақша да. Иә, жүйеленген жұмыс ол дұрыс жұмыс, көп ақша. Ол сол сияқты да. Сен любой нәрсе жасаған кезде оны қайта-қайта жасай бермеу керек та ол нәрсені. Сен бір рет жасадың ба, сен уже должен думать, қалай оны қайта жасамауға, қайтып оған ондай уақыт құртпауға. Түсіндің ба? Потому что бір нәрсені каждый раз бірдей уақыт құрта беру, это неправильно. И қазір біз қорытындысын шығарамыз. И біз қорытынды айта келе, мана 15 минут 20 минут болды ғой. Иә, бірақ осын шамалы қысқартып сек. И бұл жердегі маңызды нәрсе, бізде 4 эксперт бар. Біз тек екеуімен жұмыс істедік.
и ол екеуінен еще бүгінгісі кешегі вебинардан и оның алдында болған вебинарлардың ақшасын әлі алмадық. Потом аламыз бұйырса. Касса жасасын, бар жасасын, бұйырса аламыз. Может алмаймыз, білмеймін, ондай не жоқ та. Главное, жасалды да ол ақша. Бірақ біз ол ақшаны осы выпискаға, осы счетқа қоспадық, потому что біз оны әлі алған жоқпыз. И сол кездегі біздің сумма 1,5 миллион теңге кардымызға түсіп тұр, жобалап айтқанда. Ал оборотымыз 6 миллион 444 ба, 144 ба сондай. И 6 миллион 144. Да, скриншотты шығарамыз. 6 миллион 144-тан бізде таза пайда қалды 3 миллион теңге, 2-ге бөлген кезде 1,5 миллион теңге. Бұл біздің челлендждің 50%. Біз негізі басында план құрған кезде 4 экспертпен жұмыс жасаймыз деп план құрған болатынбыз, бірақ оның екеуімен ғана жұмыс жасадық. И еще әлі бір эксперттен біз толық ақшаны алған жоқпыз әлі. Яғни бізге әлі ақша түсетін ақшалар болды. Негізі біз ойлағанбыз ертең жасаймыз деп. Бірақ все-таки бүгін 30-ші күн ғой, енді бүгін аяқтауымыз керек дедік та. Бүгін жиналған бар суммамен аяқталды. Негізі алатын суммамыз бар әлі. Бірақ оны как причина ретінде, мысалы, өйтіп айтсақ сенбейсіздер ғой сіздер бәрібір, да? Сенбейді ғой, сол үшін қоспай қояйық деді да, лично по факту барын көрсетейік деген ой болды. Жалпы мен челленджға, мен мына адамдарға айтар едім, бізде көпті қазір мобилография оқу, таргет, анау-мынау оқып алғандар бар, бірақ ол арқылы ақша таппай жатқандар көп. Просто енді цель қойыңдаршы бір айдың ішінде именно осы салада мен ақша табамын деген. Потому что мен 100% айта аламын, мобилография или тағы сол сияқты нәрседен оқып алған балалар, олар жұмыс істеп жүрген жоқ, потому что оларда ешқандай цель жоқ та, просто клиент жоқ деп айтады. А сен просто бір айға осынша табуың керек мен осы саладан деп цель қойды, план сызып көрші, бүгін анаған барам деп. Бұл жерде цельға жету важно емес та, сен 3 миллион теңге табу или там 200 мың теңге табу важно емес та, сен главный жұмыс жасадың, сенің А точкаңнан сен кәдімгідей көтеріліп кеттің да уже. Біраз жерге көтеріліп кеттің, біраз нәрсе өзгерті ғой бізді де. Біз не только ақшалай бізді көтерді, и соответственно біздің мышление барлығын осы қарапайым бір ғана челлендж өзгертіп жіберді да. Челлендж, ақша важно емес. Челлендж деп айтуға болады, вызов деп айтуға болады. Сынақ деп айтсаң, ну, әркімге әртүрлі ғой, но челленджді өздерің үшін қабылдайсыңдар. Ол біз сіздер үшін жасап жатқан жоқпыз, бұл чисто өзіміз үшін жасалған нәрсе, и соответственно сіздер де солай қабылдау керексіздер. Өздеріңе қабылдасаңдар, нәтижесі нормально болады. Қорытындылайық? Қорытындыламастан бұрын тағы да айта кететін нәрсе, ең басында біз 3 миллион теңге деп қойдық қой. Потом бізде басында болмайды, минусқа кіріп жаттық. Потом бізге ағам, яғни біздің менторымыз бізге айтты, ақшаны қойсаңдар таппайсыңдар деді. Как будто білгендей айтты да. Сосын айтты, оны қанша адамға көмектесем, қанша адамның өмірін өзгертем деп санаңдар, сөйтіп солай тұрсыңдар деді. Автоматым кетті ғой өзі. Ол мана видеода ұзақ айттық, мынада негізі суть сол нәрсе. Жоқ, банально көрінетін шығар, бірақ ниет маңызды, слишком қатты маңызды екен. Сен экспертпен жұмыс жасаған кезде сенің ниетің басқа, эксперттің ниеті басқа болса да, ол әсер етеді екен, қатты әсер етеді екен. Ну, кәдімгідей байқадық қой ол. И бұл жердегі 1,5 миллион деген сумма тек қана эксперттерден емес, продюсерлік саладағы бізден алған услугалар. Бізден чат-бот жасауға сұрайды, вебинар өткізуге сұрайды, вебинардың структурасын сұрайды, бір запуск жасап беріңдер деп сұрайды. И әртүрлі сол нелердің барлығын тоже қостық, услугалардың бағаларын алған табыстарын тоже қостық. Потому что ол да продюсерлерға қатысы бар да. Бірақ товарны деген нәрселер қоспадық, но именно маркетингқа, біздің продюсерлікқа қатысты нәрсенің барлығын қосып, бізде осындай сумма шықты. Енді біз бірақ одан бұрын мана сөйлестік, өзімізге вообще мощный челлендж дайындап жатырық. Ол бірақ бір апта демалайық, бір апта демалғаннан кейін оны бастаймыз. Ол жерде сіздердің де қатысуыңыз мүмкін. Так что алда күтіңдер, бір мощный, оның бәрін ақылдасу керек, күшті. Просто бүгін идея келді, сол идея. Енді соны алда уақытта көреміз. Айтатын бар ма? Ну, айтатыным болғанда сол, біз по факту челлендждан ұтылдық, но для себя біз кәдімгі үлкен жеңіс болды. Так что челлендж қабылдаңдар, өмірлеріңді өзгертіңіздер. Сізбен бірге болған біз. Жетсең де, жетпесең де, сен ұттың ғой. Ұтып тұрсың, в любом случае ұтып тұрсың. Так что давайте, дерзайте, жұмыс жасаңдар, удачи бәріңе. Сендермен болған Тайыр мен Ернат, екі продюсер. Келесі челленджда кездескенше сау, саламатта. Давайте.